Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда айтатынымыз қазақша контентте қазақша пайкілеп үйренеміз. Бізге осы пайкының ең бірінші керегі паяльный установка. Бұл Proskit фирмасынікі. Бір арнайы заказ алдырғанбыз. 60 ваттық, өте жақсы, сапалы. Қазір қолданып жүрген 2 жылдың көлемі болып, өте жақсы. Содан кейін пайкіге ең бірінші керегі осы паяльный станциямыз керек. Екінші олы деп аталамыз. İçinde flüs bәрі бар, ішінде два валдан болып келеді. Одан кейін канифол керек. Канифолымыз и паяльный кислота. Осы основной үшеуімен жұмыс істейміз. Содан кейін кей кезде болады, окисление болған кезде, басқа болған кезде мынау екі шөткін тазалап жібереміз. Сосын өте маңызды нәрсе бізде қолданатын третья рука деп аталады. Третья рукамыз міне нарада мынау жарығымен бар, лупамыз бар, мына жақтан қойып қоятын жеріміз бар, сосын третья рукамыз, мына екеуін қойып пайкілеуге болады. Және де арнайы құралдың ішінде мынаны айтсақ болады, кесетініміз. Содан кейін пинцет керек, пинцетті арнайы mesela чиптер болса, соны ұстап қойға болады. Содан кейін біз пайканы мен мысалға жалыса қарай кеткен жағдайда көбінесе өзім қолданатын былай тазалауға болады деп айта білейін. Міне қазір тап-таза болып шықты. Осыны көп қолданамыз. Енді жұмыс істеу барысында біз бүгін екі проводты пайкілеп көреміз. Екі провод простой. Екеуін пайкілейтін боламыз. Ол үшін бізге третья рука керек. Третья рука керек. Біз қазір енді мына жақтан қызып тұр. Мына жақтан біз қызбаған осылай көрімізге болады. Содан кейін пайкіміздің басын істеп жалғанымыз. Көрдік. Енді қазір маңызды. Екеуін мысалы қалатын болсақ, тазарту үшін тазарту қиып тастады. Кешірім сұраймын, өте өткір. Тазарту алдық. Енді бұны қазір жаққа салып тазартып аламыз. Тазартып алмасақ, қазір бізге олыбымыз жабыспайды. Сол үшін мынаған салдық. Содан кейін мына жақтан мынаны алып аламыз да. Негіз, міне қазір бізде дайын болды. Қазір бір-біріне жабыстырған кезде өте жақсы болады. Біріншісі дайын. Екіншісі бізде екінші жағымыз ашық тұр. Жағымен тазалап қойған. Екінші жағында мына жаққа батырамыз да. Канифолға батырамыз. Канифол батырғаннан кейін олғын алып, отта жасап аламыз. Сол кезде бізге жабыстырғанда өте оңай болады. Бұл тек қана екі проводты бір-біріне жабыстыру әдісті айтып жатырмыз. Егер де жабыспай жатқан жағдайда кислотаға батырсақ болады. Қазіргі кезде бізде канифолмен жабысу керек. Енді біздің третья рука дейміз, үшінші қол. Өйткені екі сарыны бәрін біз уже қосып алдық. Енді тек қана бізде пайкілеу ғана қалды. Нарда третья руканың бір пайдасы, екінші адам бізде керек емес. Қазір пайкілеп жүретін боламыз. Мына көрейік, шыққанын көре тұрайық. Мінекейлеріңіз, міне әп-әдемі пайкіленді. Мінекеңіз, осылай пайкіленді, міне қараңыздар, міне үзілмейді, жақсы пайкіл болды. Мінекеңіз. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Жақсы күнде жолыққанша сау болыңыздар.